әр қазақтың үйінде той болсын, елімізде тыныштық болсын. Жан-жақта болып жатқан соғыстардан Алла бізді аман қылсын. Елімізде соғыс болмасын, бейбітшілік болсын. Халқымыздың аузы бірікті болсын. Найман, Адай, Арғын, Орта жүз, Кіші жүз, Ұлы жүз, Құдай бізді бөлмесін. Біз бір болайық, қадірлі ағайын. Мына бес саусаққа қарасақ, қазақ деген сөз шығады. Қараңыздаршы. Қ, А, З, А, Қ. Қазақ. Мына саусақ ұлы жүз. Ұлы жүздер аман болса, бәріне осылай көрсетеді. Мына саусақ орта жүз. Орта жүз аман болса, любойна сен деп кез келген дұшпанға көрсете аламыз. Мына саусақ бұл кіші жүз. Любойна факт деп кете береді. Мына саусақ қожа, мына саусақ төре. Бесеуі бірігетін болса, қазақ деген ұлт шығады. Қадірлі ағайын, бірер істі бұйырсаң, тындыратын қазағым. Ұнамаған адамды сындыратын қазағым. Қарыз алып, банктерден қайтармайтын қазағым. Іші басты жыртам деп айқайлайтын қазағым. Оғыз әсайын әйелін Хамзаның әкесі құсап тудыратын қазағым. Әйелін туды давай деп жудыратын қазағым. Масы бетіртері бар, ой қылатын қазағым. Бүгін арнай ағам құсап, 250 адам жиып, той қылатын қазағым. Көңілім қалай босасын, жырдан маржан шашасын. Бір Алладан тіледім, қазақтың көк туы қияметке дейін жасасын. Аман болайық ағайындар. Мен Теміртаудан болғанмен, қадірлі ағайын. Мен ұрығым кіші жүзбін, 12 ата байұлынан таралған жігіттің бірімін. Адай деген ұруды естігендеріңіз бар ма? Сол Адай ұруынан таралғанбыз. Сіздер Найман ұруынан таралғасыздар. Маған қызық емес. Кім қай ұрудан тараса да, менің жаным қазақ, мен тәнім қазақ. Біз қазақпыз, жанкешті өлмейтұғын, жатсақтағы қабірде бермейтұғын. Сұрасаң, атым қазақ, затым қазақ, тілімді, дінімді ешқандай ұлтқа бермейтұғын деп Бұхар бабамыз тегін жырлаған жоқ. Қадірлі ағайын, бүгінгі тойымыз өте берекелі кеш болды. Әдемі отырыс болды. Ана біздің төрге шыққан ағалар, ел басқарып жүрген ағалар. Одан кейін мынау әрбір қазақты ақталып қылса, қазақтың рухын көтеруге атсалып жүрген ақберелері, мұндағы ағаның бірге жұмыс істейтін коллективтары, елдің тыныштығын ойлап жүрген ағайындары, бауырлары, көрші қолаңдары, мыңда бір рахмет. Осы тойға разы болыңыздар. Бұдан асқан той болу мүмкін емес. Бұл тойдың жақсы өтуі Тамаданның арқасында емес. Бұл тойдың жақсы өтуі Қанат ағам мен Майя апамның ниетіне, көңіліне қарап жасалған той болды. Той құтты болсын. Осы мейрамханадағы саған рахмет айтты жана. Администраторлардың бәріне рахмет айтты. Молодец. Қанша ресторанға барам, администраторлардың тәпішкімен, шлепкімен, шортемен жүреді. Сен постоянно костюм шалбар киіп ап, әдем соска болып жүресің ғой. Сондықтан мына шапалақты осы жігітке соңғы жүреді. Мирас, рахмет. Ал енді маған ризасың ба? Ризасың ба? Риза болсаңдар, Рашидтің бетінде қайтайын енді мен. Аман болсын. Енді мына дастарханның батасын алайын.